Қайырлы кеш, бүгінгі жұлдыз болғым келеді бағдарламасының көрермендері. Сіздермен бірге Арыс қаласының жас талантты жігіті, қыздардың арманы болған Молдахмет Дінмұхамед. Ендеше Дінмұхамед, өзіңді толық таныстыра өтсең. Мен Арыс қаласында тұрамын. Есімім Молдахмет Дінмұхамед. Жасым 15-те. 15 жастасың. Ал енді Мұхамед, сенің Димаш деп, кличкаң Димаш. Димаш жалпы қай өңірдің жігітісің? Қай туған қалаң Арыс па? Осы Арыс қаласы. Арыс қаласы. Жасың 15-те. Қай мектептің оқушысың? Мұхтар Әуезов. Нешінші сынып оқисың? 9. 9-шы сынып оқисың. Енді бүгінгі бағдарламаға көп қыздар сені белгілепті. Енді оны анық білмейміз. Олар өзі белгіледі ма, сен белгілеттің ба? Өздері белгіледі. Өздері белгіледі. Сол мәселені біз қарап, сені жалпы осы Арыстың қыздарының арманы деген бір күшті бір сондай бір мақсатпен шағып тұрмыз ғой. Өте көп қыздар белгілепті. Осы қыздар сен белгілеуіне не себеп болды? Білмеймінші. Мүмкін түрің ба, или бір өнерің бар ма? Өздері белгілеген шығар. Мүмкін, мектептің қыздар, Мектептің қыздар. Молодец, Мұхтар Әуезов мықты поддержка береді екенсіздер. Енді қараш, көбінесе қыздар, белгілеген ұлдар емес. Сол қыздардың арқасында келіп тұрсаң, бір сәлем жолдап қой. Қыздар сәлем. Қыздар сәлем, рахмет десе. Қыздар сәлем, рахмет. Енді Димаш, осы 15 жасыңа дейін қандай бір жетістікке жеттің? 15 жасым, 13 жасымда бір баланың арқасында болады. Мобилографты бастадым. Қазір өз намымды өзім тауып жеп жүрмін үшін. 15 жасында жалпы өзің ақша тауып, өз-өзіңді жетілдіріп отырсың, Сені мобилографтан бөлек біз тағы да бір таланттың бар екенін естідік. Енді келген қонақты біз жай ғана шақырмаймыз, кішкене ол жайлы зерттейміз, қазамыз, қайттан көмеміз. Жалпы сенің бір бойыңда көп адам білмейтін өнерің бар екен. Сол өнерің жайлы әңгіме айтсақ. Қандай өнер? Домбыра шығар. Домбыра, қазақтың ұлттық аспабын дамытып. Қай жасында бастадың? 12 жасымда бастадым. 12 жасында қай жасқа дейін айналыстың? 13-14 қой. Не жетістікке жеттің? Жарыстарға бардым, орын алдым. 3-1 әртүрлі. Арыстың атынан шықтың, Жалпы Түркістан облысының атынан шықтың. Облыс болды. Енді неге соны Қазақстан атынан шығатындай дәреже жеткізе алмадың? Себеп не? Республиканский болды бірақ. Болды. Дальше жалғастыруға өзім ұмтылысым болмады. Қалай домбыра деген нәрсеге ұмтылыс болмайды? Осы мобилографқа көңілім бөлініп кетті. Жалпы телефон, қазіргі жастардың талабына сай. Домбырамен алдағы уақытта айналысатын ойың бар ма, жоқ па? Негізі жоқ. Ойың жоқ. Тек осы мобилограф. Бірақ өнер жалпы бәрібір өнер биік тұратын нәрсе. Алдағы уақытта саған бір мүмкіндік туса, болады, көруге болады, жалпы тарта аласың. Тарта аламын. Қандай күйлерді жақсы білесің? Адай, ерке сылқым, домбыра деген бар. Көп негізі. Көп, Құдай қаласа, ертең сенің бір күйіңді шығарайық. Қалай қарайсың? Жақсы. Ертең көретін боламыз. Димаштың әлі де домбырадан қолы шығып шықпағанын. Димаш, енді сен мектептегі оқушылар жалпы көбісі сен мобилограф ретінде таниды. Домбырадан, домбыра енді кіші кезіңде болған екен. Достарың жаңағыдай керек кезде мектептегі іс-шаралардың бәрін тек сен түсіресің бе, или тағы да балдар бар ма? Өзіме түсіреді негізі ауызшылар. Өзіңе түсіреді, Қыздар да суреткемен түсір жіберші, Димаш видеоға түсір жіберші деген. Айтады. Мобиловкаң қалай, ұнайды ма? Жақсы. Наныңды оңай табасың, қиын жол емес. Жұмыстың қиын оңайлапшы. Қиын ба? Монтаж бар, миын защит деген сияқты. Енді мен ол тарапта болмағаннан кейін түсінбеймін. Енді Димаш, өзіңнің ата-анаң жайлы айтшы. Үйіңнің нешінші баласың, ата-анаң? Ата-анам, әкем жасы 1978 жылы туылған, осы Арыс қаласында. Анам Түркістан облысында туылған. 1987 жылғы. Үйім кішкентаймын. Кішкентайсың. Неше әпке, неше ағаң бар? Бір әпкем бар, осы екеуміз. Бір әпке и сен, Бір үйдің жалғыз ұлысың. Ал енді бір үйдің жалғыз ұлы болған қандай? Ерке боласың ба? Ерке. Сен 15 жасында болып әлі еркелейсің ба?
үйдің жалғыз баласы болғаннан кейін болады ғой. главный әке шешенің ортасына жатпайтын шығарсың. Жоқ, ондай жоқ десе. ондай жоқ. болды. Енді тағы саған қояр сұрағым, мектепте білімің қандай? 4 қой. 4, 5 жоқ. 5 бар. Қай сабақ? Химия, биология ғой. Тағы? Сол екеу. Дене шынықтыру ше? О, қорытылмай ғой. Дене шынықтыру қазір ондай емес па? Жоқ. Біздің мектеп кезде даже дене шынықтыруға да баға қоятын еді. Қазір қашаннан бері алып тастаған? Біраз болды ма? Біраз болды. Еңбекке баулу деген сабақ бар ма? Жоқ. Өзін тану. Ол бұрын болған, қазір үлкен класстар болмайды. Сонда кәдімгідей бүкіл сабақты алып тастаған ба? Иә. Солай деуге болады негізі. География, информатика, олар бар. Құқықтану бар, иә? Иә. Құқықтану бірақ керек, сабақ дұрыс алынбаған дұрыс. Біздің кезімізде өзі 10 ма сондай кездерде қосылған ше негізі құқықтану жаңадан. Мектепте апайларың қалай атайды? Дінмұхамед или Димаш? Димаш айтады. Димаш барлығы. Иә. Әке шешең не деп еркелетеді? Димаш дейді олар негізі. Димаш десе. Димаш жолдастарың арасында қандай мысалы болады ғой? Біреулер енді кішкене біреулер кемсітеді, біреулер жоқ, биік көтереді. Сен жолдастарың арасында қандай дәрежең? Дәреже. Өзіміздің ортада бір-бірімізге бірдей қараймыз негізі. Бірдей қарайсың да. Бірақ көбісі андай мобилограф деп андай қарайды да, видео түсіріп бер, анау деген сияқты. Оны өзің пайда үшін, оларға пайда үшін деп ойлайсың ба, или қалай? Пайда деген. Сыйластық. Сыйластық қой, иә. Сыйластық, иә, ең бастысы сыйластық болған жақсы. Енді Димаш қараш, алдағы уақытта қандай пландарың бар? Қалағаш, видео камера алып, өзім дальше дамыту ғой. Өзіңді дамыту, иә. Осы саламен до конца бару. Бұл салаға жақында ғана кірістің ба, или 2 жыл болды. таза проф болған, или қалай? Иә, 2 жыл болды. Қандай камералармен жалпы түсіре бересің ғой, иә? Дәл қазіргі таңда мобилография, иә? Иә. Мобилография бізде дамыған заманның телефонмен айналысатын жас балдардың ең жақсы жұмысына айналған. Одан бөлек болашақта, давайте болашаққа бір план құрып көрейікші, өсесің, үйленесің, бала шағалы боласың. Дәл осы жұмысыңмен қалай айналыса аласың ба, или басқа жұмысқа негізі ойыңда бар ма? қандай мамандығым стоматолог қой. Химия, биология. Сол екеуін бірге алып жүруге мүмкіндік болса, иә? Иә, әрине. Адамға істеймін деген адамға ештеңе кедергі болмайды. Димаш, мен шатасып жатырмын. Димаш, қараш, енді алдағы уақытта осы өзіміздің еліміз үшін, жеріміз үшін қандай да бір мықты істер жасаған келеді. Алдыңғы подкастта айтылмаған бір ерекше өз ойыңнан бір іс айтып берші. Осы Арыс қаласы туралы бүкіл Қазақстан бойынша. Жалпы Қазақстан бойынша айтшы. Қазақстан дамыту, әлемге таныту. Дамыту, әлемге таныту. Ол үшін не істейсің? Еңбектену керек. Еңбектену керек, дұрыс. Бірақ не істейсің бізге? Нақтысы керек. Барлығымыз еңбектене аламыз, бірақ именно танылдыру үшін не істей аласың? Танылдыру үшін не істей аласың? Мысалы, Қазақстан көрікті жерін өзіміздің жұмысымыз бойынша түсіріп, соны әлемге танытуға болады, мысалы. Әлемге танытуға болады. Енді қандай мықты жұлдыздармен жұмыс жасадың? Гүлнұр Басымбекованы істеп көрдім. Мықты Қазақстанға танымал. Енді болады, иә, Құдай қаласа? Қанат Миллионмен істеп көрген бір рет. Миллионмен? Иә. Жақсы. Күшті. Енді келесі қояр сұрағымыз. Құдай қаласа, алдағы уақытта тәуелсіздік мейрамы келе жатыр, иә? Иә. Тәуелсіздік мейрамы. Мүмкін бұл бағдарлама телевидениеға одан кейін шығады, мүмкін одан бұрын шығады. Ендеше өзіміздің қазақ елімізге, жерлестерімізге тәуелсіздік жайлы кішігірім өзің сөз айтып өтсең. Тәуелсіздік. Не деп айту керек? Емес. Тілек айтып өтсе. Тәуелсіздік құтты болсын деген сияқты ма? Иә? Тәуелсіздік бізге оңайлық деген жоқ. Қалай ата бабамыз 1986 жылы 16 желтоқсан күні Қайрат Рысқұлбеков бастап шықты. Біздің азаттығымыз өзімізге керек деген. 3, 2, 1. Бізге тәуелсіздік оңайлықпен келген жоқ. 1986 жылы кімге? Қазақ елі барша битик та, барсын битик қалай болады? Қазақ елі сіздерді тәуелсіздік мейрамымен шын жүректен құттықтаймыз.
деген сияқты, иә? Давай. 3, 2, 1. Құрметті қазақ елі, сіздерді тәуелсіздік күнімен құттықтаймыз. Бізге тәуелсіздік оңайлықпен келген жоқ әрине. Сол үшін бәріміз тәуелсіздікке атсалысуға шақырамын. Біз енді жұртты шақырамыз, ал тәуелсіздікке атсалысуға өзің не істедің? Өзім енді істеймін. Не істейсің? Ойлану керек негізі. Ойланбай айтшы, не істейсің? Білмеймін ше. Сонда тәуелсіздік жастар жаңа жылды ойлап жүр, өкінішке орай. Ал жаңа жылға не істейсің? Жаңа жылға Корпоратив, отырыс, отырамыз ғой. Әнік жаңа жылды бұлар ойлап қойған. Тәуелсіздікті өкінішке орай жоқ. Құрметті жұлдыз болғым келеді бағдарламасының енді келген көрермендері, бізде бүгін қонақта Молдахмет Дінмұхамед. Димаш атымен танымал біздің арыстық жас баламыз. Блог жүргізесің бе? Блог? Алтын кетті ше. Ойындағысын айтып қойды. Блог жүргізіп бізбен конкурент болайын дедің ба? Жоқ. Иә, конкурент болайын деп жүрейік. Қолынан келе ма? Негізі келеді. Неғып істемейсің? Мен өзім. Желание жоқ. Желание жоқ деген нәрсе болмайды. Қолымнан келмейді деген нәрсе болады. Қолдан келеді негізі. Енді Алдым бір-екі рет паспорт жүріп салма. қандай видео салайын? TikTok'та ше ғой бар. Жоқ, қандай видео сал? Не, контент? Күлкілі или Шашын өзім сөйлеп қой, өзім бір өзімді сөйлеп ары бері. Қанша просмотр жинады? 11 мың, біреу 16 мың болды. Енді неге өшіріп тастадың? Ұнамай қалды өзіме ше. Ұнамай қалды. Өзің түрің, сөзің ұнамады ма? Жоқ, нормально просто. Халықтан ұяласың. Жоқ. Мен өзіме желание қашып Жоқ, не үшін желание болмау үшін бір нәрсе болу керек қой. Мысалы, мен кейде желание болмай қалады, толып кетемін, түрім ұнамай қалады. Не үшін сенде? Андай болады, өшіргіңіз келіп кетеді ше бір видеоны. Қарап тұр, сондай болып қалды. Мен миым қорытпай жатыр. Әшін ерігіп өшіре салдың. Иә. Енді айналысқың келмей ма қайттан? Айналысыңыз келеді негізі. Айналысқың келеді. Иә. Бірақ? Не бірақ? Қосылып тұрма ше. Иә? Ойбай. Не бірақ? Жауап берер. Осы жерін қалдырамыз ба? Қалған жерлер де бар, қалдыратын жерлер де бар. Бірақ өзім бассам келіп жүр негізі, бірақ болмай жатыр ғой. Бассам келіп жүр, бірақ тракторист болсам ба, газель айдасам ба десей. Сондай болып жүр ғой. Сондай болып жүр ма? Енді ол да дұрыс. Енді қараш, дәл осы сәтті пайдаланып, өзің мектебіңдегі, былай айтқанда, сен мектептің атынан да келіп тұрсың қазір, ол сенің мектебің үшін өте үлкен абырой. Бұл жерде айтылғандардың бәрі әзіл, сондай бір подкаст деген өзі сондай болады. Мектептегі өзіңнің достарыңа, апайларыңа сәлем жолдап қойсам болады. Оны да енді отырып ойланамыз қазір. Сәлем жолдамай қойсам болады ма? Болмайды, жолда. Құрметті Мұхтар Әуезов мектебінің. Құрметті Мұхтар Әуезов мектебінің 10-шы А сынып оқушысы Арсен, сәлем. Сәлем. Қалғандарына общий сәлем. Сын жетекшіңе де сәлем жолдап қой. Ау. Сын жетекшіңе де сәлем жолдап қой. Набиева Айгүл апай, сізге де сәлем. Сізге де сәлем. Енді қараш, сол мектепте өзіңмен бірдей өсіп келе жатқан сенен кіші ұлдар бар, қарындастарың бар, інілерің бар, соларға қандай да бір ақыл айтасың? Ақыл, сабақ оқыңдар. Шынымен айтайын деп тұрсың ба? Иә. Айтшы ал. Сабақ оқыңдар, кейін өкініп қаласыңдар. Біздің жолымыз ет қумай ақ қойыңдар. Иә, дұрыс. Біздің жолымыз қумаңдар, оқыңдар. Қазір білімнің заманы. Дұрыс айтады, білімнің заманы. Болды. Бітті, қайтыңдар дейсің. Иә. Оқу болды. Оқы және оқы дейді. Өзің ең ерекше сүйетін, бір ұнататын қандай пәнің бар? Сүйетін. Биология ғой. Биологияны жақсы көресің, иә? Және соны таңдайсың. Иә, таңдаймын. Биологиядан қалай сабағың? Нормально. Нормально? Иә, болады. Так, енді өзің сияқты бір болады ғой, бір адамның өзінің мотивациялық сөзі болады. Сенде қандай сөз бар? Сен подкаст көрдім дедің, неге дайындамадың? Айтшы. Қандай бір мотивациялық сөз айтасың? Кеше Әлихан деген баланың сөзін айтып жіберсем болмайды? Қандай? Қыз деген шөпті біраз айтты. Бір ұрам ол кезде, точно. Қыз деген шөп.
Сендер вообще мұхтар өз полный бір ондай жоқ менде шынымды айтайыншы, мотивация деген ойланбағанмын ондай. неге ойланбайсың? Мен өзім мотивациям вообще. Өзің Өзім мотивация. мотивациям ғой. Молодец. Тағы Маған қарап үлгі ала берсін ба. мен ше алайын ба? Сізге де сіз менен ба? Мен сізден аламын ба? Сен не аласың? Иә. Сен де бір-екі жеріңді үлгі алып алсаң бола ма? Болады. Именно қай жеріңді? Білмеймін. Алғыңыз келгенін ала берсеңізші. Таңдап алайын ба? Иә, таңдап ала беріңіз. Енді так, сен маған сұрақ қойшы. Қандай бір сұрақ қойғың келеді? Менің уже сұрағым бітті. Сұрақ. Сіз блогер, мысалы блогерсіз вообще андай өзіңізге негативтерді қалай қабылдайсыз? Өте ауыр қабылдаймын. Көп жазып кетеді, кейбір кезде ше. Басында болды. Мен негатив сөздерге негативпен жауап беремін ғой. Сөйтемін де Жегіз банға жасайсыз кетіп ба? қала беремін. Иә, жегіз тастаймын. Біреулер мән бермесе, жоқ мен мән береді екенмін. Негізі мән бермеу керек қой. Сол жағын мен үлгі алсаңызшы, мен мән бермеймін вообще. А мен мән бергім келеді ал. Мән береді. Ол келе берсін. Мән бере берейін ба? Бермей ақ қойсаңызшы негізі. Берейінші. Көресіз қылсын, сіз өз-өзіңізге қандай болады. Жоқ, просто сенен де кішкентай балдар бар, сенен кейде үлкендер бар. Ондай болмайтын нәрсені айтып отырады да. Аналардың профиліне қарасаң, болмайтын тышқандар кішкентай. Өздерінің саналарына байланысты. Саналарына байланысты. Ал мен жоқ, бәрібір жегіз тастаймын. Өзіңіз олармен теңемесеңіз болды. жоқ, мен құлшаштың қызымын. Бәрекелді. Ары қарай түсініп тұрсың ғой, иә? Түсініп тұрмын. Өзіңнің руың қандай? Қожа. Қожа? Иә. Мен де сені түсіндім. Енді достарың арасында бір ең зор болған ситуацияны айтып берші бізге. Зор болған ба? Иә. Мүлгін болған жер, қандай ситуацияң бар? Қазір болмаған вообще. Ой. Иә. Точно? Иә, точно. Есіңе түсіріп көрмейсің ба? Сұрастырып көрсеңізші. Сұрастырып көрейін ба? Иә. Так, келесі сұрақ. Өзіңді болашақта қандай адам қылып елестетесің? Қандай бір тұлға болып дамисың? Бойы 1,81. Сонымен маски болып стоматологта отыратын. Өз видеом өзім түсіріп ше. Қазір бойың қанша? Бойым 1,70 шығар. Әлі 11 сантиметр керек. Иә. Өсіреміз алла қаласа. Өсіресің. Енді достарың сен қалай жаңағыдай Димаш дегеннен бөлек қандай бір кличкамен атайды? Дима дейді сосын. Ол соңғы екеуі ғана негізі. Ешқандай бір мазақтау не жоқ. Андай Дінмұхаммед дегенді мазақтап айтады андай. Дінмұхаммед? Иә. Дінмұхаммед деген. Анда-астында бір айтады. Жындаған кезде, Дінмұхаммед дей ма? Жоқ. Дей ма? Жоқ. Димаш. Димаш дейді ғой. Мектебің жайлы, достарың жайлы не айта аласың? Қалай достарың қалай, ортаң қалай? Ортам жақсы. Жақсы араласатын. Мектепте сыныпта 3-4 балам бар. 3-4 бала. Иә. Параллельде 2-3. 2-3. Өзіңізге жақын тартатын. Жақын тартатын. Бір-бірінің әзілін көтеретін, сөздеріңді көтеретін. Иә, дұрыс. Ендеше біз саған алдағы уақытта үлкен табыс, биік белестерден көріне бер, арысымыздың жалпы Қазақстан атын шығара бер. Тек телефонда жұмысымен бөлек, өзің армандаған стоматолог бол, және де домбыраңды да арасында шертіп тұруды ұмытпа, қазақ ұлттық нақышын қолдап. Ендеше бүгінгі көрермендер сіздермен бірге болған мен Шалғынбай Назым, және де Молдахмет Дінмұхаммед. Барлықтарыңызға қош сау болыңыздар. Айтсаңыз. Айтсаң.